Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тілге тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Соңғы күндері шетелден келетін қандастарымыздың көші-қонына байланысты бір қыдыру кедергілердің болып жатқаны көпке аян. Бұл мәселелер қазір әлеуметтік желіде де кеңінен талқыланып жатыр. Кейбір азаматтар құзырлы органның өкілдеріне хатта жазып, осы мәселе туралы өз алаңдаушылығын да білдіруде. Әрине, кеңес пен пішкен тоң келте болмайды дегендей, 30 жылға дейін жоспарланған осы көші-қон тұжырымдамасында қандастардың көші-қонына тосқауыл болатын тұстары аз емес. Мәселен, шетелде қазір бейресми дерек бойынша 10 миллионға жуық, ал ресми дерек бойынша 4-5 миллион қандасымыз тұрады. Мұның дені Ресей, Қытай, Өзбекстан елдерінде. Енді осы елдерден келетін, яғни жалпы шетелден келетін азаматтар өзі тұрған елінен сотталмады деген қағазды әкелуі шарт болып отыр. Әрине, бір елдің ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етуде шетелден келетін әрбір азаматтардың барлық жағдайын тексеріп алу, сонымен қатар көшіп келген еліндегі саяси бет-бейнесін, яғни оның қылмыс жасаған жасамағанын да анықтап алу орынды қадам деп түсінуге болады. Бірақ бұл арада Қазақстан үшін сотталмаған деген қағазға басқаша түсінікпен қарайтын тұстары да болуы керек деп санаймыз. Өйткені шетелде жатқан қазақтың бәрі мамыражай тірлік кешіп, бейбіт өмір сүріп жатқан жоқ. Әрқайсы қазақ өзі жасап жатқан елдің заңына бойсынып, сол елдің тәртіп түзімімен жүріп жатыр. Яғни біздің елде қылмыс саналмайтын кейбір әрекеттер ол елдерде қылмыс саналуы мүмкін. Мәселен, кейбір көрші елдерде Қазақстанның туын үйінің төріне ілген үшін, Қазақстанның кітабын оқыған үшін, Қазақстандағы туыстарымен WhatsApp'та сөйлескені үшін, Қазақстанға көп келгені үшін, Қазақстанның ықтияр хатын алғаны үшін лагерге кіріп сотталып келген азаматтарда бар. Сонымен қатар өзінің ұлттық құндылығын ұлықтап, ұлтын сүйгені үшін, қазақи қанның күшті болғандығы үшін, ұлтын, жерін, елін сүйетін болғандығы үшін, яғни азаматтық ұстанымына байланысты жергілікті билік жағынан қысым көріп, тас босағаның ар жағына кетіп қалған азаматтарда жоқ емес. Бірақ олар кісі өлтіріп, адам зорлап, тонаушылық жасаған жоқ. Яғни өзінің азаматтық ұстанымына байланысты сол елдің заңы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр. Әрине, мұндай азаматтар түрмеден шыққаннан кейін де оған ол елдің заңының көзі түзу болады деп айта алмаймыз. Яғни оған сотталмады деген қағазды бере қоюы да екі талай. Қазақ ұлтын сүйгендігі үшін, қазақ халқын жақсы көргендігі үшін, Қазақстан деген елді мақтаныш тұтқаны үшін, осы елді өзінің мемлекеті санап арқаланғаны үшін сотталып, жазасын өтеп келсе, енді шекарадан шығып Қазақстанға өтпек болғанда, біз одан сотталмаған қағаз алып кел десек, қандай әділдік болады деген мәселеде біздің қабырғамызды қайыстырады. Тарихқа көз жіберсек, қай қазақ сотталмады? Қазақстан тәуелсіздік алып, Қазақстан халқы мамыражай тірлікке қол жеткізгенімен, басқа елдердегі жасап жатқан қандастарымыз әлі де сол елдің заң түзіміне бойсынуға мәжбүр. Мәселен, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, сонау зұлмат жылдардағы қуғын сүргін кезінде сотталып кеткен арыстарымызда алаш арыстарын комиссия құрып жүріп, архив ақтарып жүріп, әзер ақтап алған жоқпыз ба? Атын атап айтсақ та, кешегі Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Балуан Шолақ, Иман Жүсіп, бәрі тас босағаның ар жағына барып, түрменің қара наны балдай болды емес пе? Бірақ сол қазақтың бәрі жаман ба? Сол қазақтың бәрі сотталған қазақ. Егер қазаққа сотталған қазақ керек емес болса,
Біздің қазақтың мықтысынан кім қалар еді? Алаш арыстарының бәрі ілекке алғысыз болмайтын ба еді? Демек, бұл арадағы сотталған деген сөз оларға шығарылған заңдық үкім деп айтуға келмейді. Яғни, олардың ұлтын сүйген махаббатына берілген тырнақша ішінде жаза. Біз енді осы жазаны ресми түрде заңдық құжат ретінде талап ететін болсақ, онда шетелдегі жүрген қандастарымызда ешқашан Қазақстанға тілеулес болмайды, Қазақстан үшін тақымын қыспайды, қазақ халқым үшін деп еміренбейді. Қой, бәрібір алда-жалда елім жұртым деп талпынып жүргенде, мынау елдің заңының торына түсіп, өмірімді қор етпейін деп, керісінше бұл елден үмітін үзетіні анық. Мәселен, қазірдің өзінде алыс-жуықтағы шетелдердің түрмелерінде тұрған қандастарымыз жоқ емес. Әсіресе көрші ел Қытайда біздің біраз оқыған азаматтарымыз 2017 жылдан бері түрлі себептермен ұсталып, қазір түрмеде отыр. Олардың қандай айыппен, не себеппен сотталғанын біз түгел отбасындағы туыстары білмейді. Яғни, олар кісі өлтірген жоқ, адам зорлаған жоқ, біреуді тонаған жоқ, қоғамдық тәртіпті бүлдірген жоқ, қару алып көшеге шыққан жоқ. Мына мемлекетті аударып тастайық деп террористік әрекетке барған жоқ. Асса, алласын аузын алып, халқым аман болсын, ұлтым аман болсын деп, бойында қасықтай қаны бар кезде қазақ халқы үшін қызмет етуге тырысты. Бұл әр қазақтың бойында бар қасиет еді. Осы қасиетке бола ұлтшылдықты қоздырды, зор қазақшылдық идеясы бар. Қазақстан, Монғолия, Қытайдың қазағы бірлесіп, үлкен қазақшылдық идеяға бет алып барасыңдар деген сияқты түрлі күмәнді жалаларды жаба отырып соттап жіберді. Енді осы жазалар бойынша сол азаматтардың алды 7-8 жыл түрмеге отырып шығуы қаншалықты қисынға сияды. Ең қабырғаңды қайыстыратыны, солардың біразының әке-шешесі, туыс-туғандары Қазақстанда. Бірақ жоғарыдағы Қазақстанның көші-қон заңына сай, енді олар сотталғаны үшін Қазақстанға келе алмайды. Осыны ойлағанда, сотталған қазақтың бәрі жаман ба? Сотталмаған қазақтың бәрі адам ба деген сұрақ туады бізде. Әрине, бұны біз Қазақстанның заңына, еліне, билігіне қарсы шығып айтып отырған жоқпыз. Нақтылы әділдік мәселесін айтып отырмыз. Өйткені президент Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдегі қандастарымыздың басын ата жұртта қосу біздің парызымыз, көш тоқтамайды, әлі де жалғасады деді. Сонымен қатар дүниежүзі қазақтары отандастар форумында бас қосқан кезде Тоқаев тағы да үндеу жасап, жер бетіндегі барлық қазақтың жалғыз отаны бар, ол Қазақстан деп басып айтып еді. Енді бүгінгі біздің көші-қон заңымыз президентіміздің сол үндеуіне қайшы келіп тұрғаны қынжылтады. Дүние жүзіндегі бар қазақтың жалғыз отаны Қазақстан деп айтқанымызбен, сол қазақ ата жұртына оралғысы келсе, біз олардың алдына түрлі түсті тосқауылды қойып отырмыз. Бұл әділдікке де жатпайтын сияқты. Ерекшелігіміз әр алуандықта деп президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзі айтқанындай, азаматтардың арасында ала да, құла да, әртүрлі көзқарастардың да болатыны шындық. Кейбір азаматтардың астын-үстін сөйлеп, кейбір азаматтардың билік басындағы азаматтардың жеке басына дейін тиісіп қоятыны да рас. Бірақ оған бола қазақ айтқандай, битке өкпелеп, тоныңды итке тастама дегендей, кейбір айырым адамдардың іс-әрекеті үшін шетелдегі 5-6 миллион қазақтың тағдырына тосқауыл қойсақ, бұлардың болашақтағы көз жасы бізді де жібермеуі мүмкін. Бізді осы қинайды. Қазақ айтады, жақсы ат кермеде, жақсы жігіт түрмеде. Ер жаңылып қолға түседі, құс жаңылып торға түседі.
Атамыз қазақ ер жігіттің басында әр түрлі жағдайдың болып тұратынын дәл осындай сипаттаған. Ендеше сотталған қазақтың бәрі оңбаған емес, сотталған қазақтың бәрі қазақтың жауы емес, сотталған қазақтың бәрі Қазақстанның жауы емес. Керісінше олар да қазақтың, Қазақстанның тілеулес екенін әрқашан ұмытпайық. Егер тас босағаны аттаған азаматтардың бәрін сен сотталып келдің деп ар итерсек, алаш қайраткерлерінің де аруағы бізді кешірмейтін шығар бәлкім. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.